Қазақстанда инвесторлардың цифрлық платформасы іске қосылады. Бұл ақпараттық жүйе ел экономикасына ақша құям дегендерге қаншалықты пайдалы? Инвесторлардың жасыл дәлізі дегенне? Тоқырауға ұшыраған индустриалдық экономикалық аймақтардың инфрақұрылымы қашан жаңғырады? Жаңадан құрылған облыстарда қашан салынады? Бұл сұрақтарға премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров біздің үкімет үйіндегі мобильді студиямызда жауап берген еді. Ендеше сұхбатты бірге көрейік. Нұрлан Серікұлы, бүгін үкімет отырысында екі баяндама жасадым деп қазір ғана айттыңыз. Енді түсінгенімізде бұл инвестиция тарту мақсатында. Қазір бұл бағытта, бұл сегментте қандай жұмыстар атқарылуда? Біздің есептеуіміз бойынша биыл жаңағы негізгі экономикадағы негізгі құралдарды жаңғырту үшін біз 22 триллион теңге инвестиция тартуымыз керек. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18% жоғары. Сондықтан сонымен қатар әрине тікелей шетелдік инвестор тартуды жалғастыруымыз керек. Енді ана жолғы өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы бірқатар осы сала бойынша үкіметке міндеттер қойды. Ең бірінші жаңағы инвестициялық штабтың жұмысын жандандырып, оны жаңағы инвестициялар тарту мәселелері бойынша барлық жан-жақты мәселелерді сол жерде қарап, тез шешім қабылдау. Екіншіден жаңағы бір терезе қағидатымен енді сол системаны, жүйені іске қосу толығымен. Бұл туралы біраз уақыттан бері айтылып келе жатыр, бірақ шынымен бұл қағидатты әлі біз толық енгізген жоқпыз. Сондықтан бұл салада қазір енді бірінші кезекте сол информациялық ақпараттық жүйе дейміз, цифрлық сол жүйені қазір Қазақ Инвест компаниясы қолға алып, пилоттық жобаны қазір бастады. Цифрлық инвесторлардың цифрлық платформасы деген. Инвесторлардың цифрлық платформасы. Соның аясында барлық инвесторларды жаңа сол жүйеге енгізіп, оларды жаңағы кезең-кезеңмен жаңа инвестиция салудан басталған өтінімдерінен бастап, сол нақты жобаларды жүзеге асырылып, оны ары қарай мониторлау, оның нәтижесіне жаңағы жету үшін сол барлық кезеңдер сол ақпараттық жүйе бойынша біраз жұмыс жеңілдетілді дейсіз ғой? Жеңілдетілетін болады. Бұл пилоттық жоба, бұны әлі толық іске қосқан жоқпыз. Мамыр айында іске қосамыз деген жоспарлар бар. Бүгінде үкімет басшысы осы жұмысқа цифрландыру министрлігімен бірге жандандыруды тапсырды. Бұл жұмыс өте маңызды жұмыс. Бұл жүйеге бүкіл жаңағы бізде мемлекеттік органдардың информациялық жүйелері, даму институттарының информациялық жүйелері қосылатын болады. Сондықтан инвесторға барлық жан-жақтан қолдау көрсету үшін. Бұл біріншіден. Екіншіден енді жаңағы айтып өткендей, біз қазір бірқатар бұл салада жаңа өзгерістер енгізейін деп жатырмыз. Оның бір жаңағы жасыл дәліз деп айтып отырмыз. Инвесторларды жаңағы 50 миллионнан доллардан астам ақша салатын болса, экономика сол жасыл дәліз арқылы, зеленый коридор дейді, соған жаңағы сүйемелдеу, жәрдем беру, көмектесу, тезірек жаңағы әртүрлі, олар енді жаңағы өңірге келіп жаңағы жер мәселесінен басталады барлығы. Қандай жер бар, қандай инфрақұрылым бар, қандай шикізат мәселесі, көп жан-жақ күрделі мәселелер бар. Соларды тезірек қолайлы болу үшін инвесторлар сондай жүйе енгіземіз. Бұл да пилоттық жоба ма, әлде? Жоқ, бұл негізі пилоттық жоба емес, бұл да іске асырылатын болады. Біз қазір сол тұжырымдаманы өзгеріс енгізіп жатырмыз, тиісті тұжырымдамаға. Жалпы барлық инвесторларға қолдауды күшейтуіміз керек, олардың жұмысын жеңілдетуге. Салықтық жеңілдіктері бар, тағы да жеңілдіктері бар. Салықтық жеңілдіктер әрине бар. Сонымен қатар жаңағы айтып өткендей, биыл біз сол арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың өңірлердегі инфрақұрылымын жаңағы жақсартып, соны бір жақты түбегейлі шешуге жұмыс істейтін боламыз. Түркістан облысына жаңа институттағы жаңа облыста ашылу мәселелері қарастырылып жатыр. Жетісу облысына жаңа құрылған, Абай облыстарында жаңа айтып өттік, осы жақын маңда Астана агломерациясы деген кешенді жоспарды қабылдадық. Сол осы
жоспар негізінде мысалы осы Астананың түбінде Аршалы деген жерде арнайы экономикалық аймақ құрамыз деген жоспарлар бар. Сонда әрине бұл жоспарлардың барлығына бізге инфрақұрылым тарту қажет. Сол жұмысқа басты көңіл бөлетін боламыз қазір. Нұрлан Серікұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Сау болыңыз.